Бір бапкерде екі чемпионның жаттығуы таңдауға қиындық тудырмай ма? Конкуренция болған жерде нәтиже болады. Жандарын беріп істейді. Бір-бірін аямайды. Күреспей қойдыңыздар, ақтықсында. 60 килограммда ары қарай өнер көрсететін боламын. Сондықтан сен жолды бересің. Екеуі келісті. Жалпы екеуіңіз өзара қанша рет күрестіңдер? Екеуінде ғана күрестік. Екеуінде осылайынан бердік бір-бірімізге. Сізге де мықты стратег болу керек қой. Егер де қатты беріліп кетіп жатса, мен уже ажыратамын. Бапкерден бөлек бір психолог та болу керек қой, иә? Психолог Сұлтанға не керек екенін білмейді, бірақ ол психологиялық тұрды жеткізе алады. Ұлттық құрама бапкердің рөлі қандай сіздерге? Бәріміз жиналып, камераға келіп, телевизордан соның күресін қарап отыратынбыз, соперниктеріміз. Өзің қатысқан екі әлемдік жарыстарды еске алып, қорытындылайықшы. Беліне полный жабылған ғой. Сүртеді, Балалар терлеген сайын қайтадан майлап шыға береді. Ұлттық құрамада қаншалықты жағдай жасалып жатыр сендерге? Тұзсыз, қансыз, бөлек тамақтар істеп қояды екен. Бізде ондай жоқ. Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін балуандармен әңгіме өтетін боламыз. Бүгінгі қонақтарымыз Жамбыл облысының өкілдері, грек-рим күресінен Азия чемпиондары Ержет Жарылқасын мен Сұлтан Әсетұлы, және осы екі балуанның жеке бапкері, Жамбыл облыстық жоғары спорт мектебінің директоры Асылжан Байзақ мырза. Қош келдіңіздер. Менің студиямда балуандар өте көп қонақ болды. Біз отандық еркін күресте, грек-рим әйелдер күресінде мәселелерін көптеп айтып, халыққа жеткізуге тырысып жатырмыз. Бүгін енді сол үрдісті жалғастырып жатқаныма қуаныштымын. Енді ең бірінші сұрақты неден бастағым келіп тұр? Екеуіңіз де соңғы Қазақстан кубогында финалға дейін жеттіңіздер, және екеуіңіз де бір салмақта, олимпиадалық салмақта күресіп жүрсіздер, және екеуіңіз де бір бапкер жаттыға келесіздер. Осының бәрі жалпы қалай бір бапкерде екі чемпионның жаттығуы, оның үстіне бәсекелестік жоғары олимпиадалық салмақта жаттығуы сізге бапкер ретінде таңдауға қиындық тудырмай ма? Жоқ, жалпы енді Ержет пен Сұлтанға келетін болсақ, бұл екі балуан жастайынан бірге күресіп жатыр, жасөспірімнен. Енді Қошқарды қосып айтсақ болады, үшеуі айналып келе жатыр әлі. Дінмұхамед Қошқар бар, иә? Үшеуі. Ол жасөспірімдердің арасынан, осы үшеуінің арасынан конкурент пайда болған. Сол конкурент әлі жалғасын тауып келе жатыр. Оның нәтижесі де бар, жақсы жақтары да бар. Жалпы конкуренция болған жерде нәтиже болады. Енді алдында біз осы шәкірттермен ақылдаса отырып, мен Сұлтан 67 килограмм, алдында өздеріңіз білесіздер, Азия чемпионатына барып келді 60 килограммға. Ол жерде нәтиже болмады, одан кейін нәтижесін шығарып 67-ге дайындаламыз деп қайтадан сөйтіп шештік. Одан кейін Ержет мәселесіне келіп, ағай 63-ге күресейін, 67-ге күресейін деп сөйтіп ойлана келе екеуін де 67-ге қойдық. Енді жаман нәтиже болған жоқ, оның бәрі осы жігіттердің өздерінің еңбегінің арқасы. Енді мен бұл екі жігітке риза болатын. Мен өзім бұларды жаттықтырам. Жаттығу барысында бұл екеуі кәдімгі бір жан аянбай жұмыс істейді. Енді кілемнің сыртында дос, бауыр, бірақ кілемге шыққанда бір риза болатын, қарап отырып, жандарын беріп істейді. Бір-бірін аямайды. Енді ол деген мен ойлаймын, жанашырлық, чемпиондыққа деген бір-бірін итермелеу деп. Енді соның арқасында осы нәтижеге жетіп отыр екеуі. Әрине қуаныштымыз, екі жақтан финалға шықты, жақсы палуандарды ұтып. Енді финалға келген кезде бәрі сұрақ қойды, финалға шыққаннан кейін. Екеуіңіз күреспей қойдыңыздар, ақтықсында. Бәрі сұрағы, финалға шықты, бәрі сұрайды. Күрестіресің ба екеуін, күресемін ба деп. Бірақ күреседі дедім. Бәрін айттым, күреседі. Ертесі күні салмақтарын өтті, бірақ екеуіне айттым. Ешкімге айтушы болмаңдар, бірақ Сұлтан первый номер болып чемпион болады. Сен 65-60 килограммда ары қарай өнер көрсететін боламын. Сондықтан сен жолды бересің деп. Екеуі келісті, үшеуміз ақылдасып, сөйтіп ертесі күні сағат 3-те справкасын алып, Ержетті снимать етіп, жеңісті Сұлтанға береміз деп шештік. Жалғыз менің шешім емес, ол жерде Сұлтанның бірінші бапкері, өзінің жездесі Марат деген ағай бар, Қуатов Марат. Ақылдаса отырып, сөйтіп шешімге келдік. Бірақ елдің бәрі күтті. Сол ел күткен нәрсені кішкене күресте жүргенде қалай болар еді деймін да? Енді бұл жерде... Одан кейін де мысалға сіздер ақылдасып, Ержетті 65 келіге қойып, халық күтті ғой енді. Ол екеуінің белдесуі сол кубоктың бір ең мықты белдесуі болар ма еді? Матч дэй деп айтады ғой. Болар еді, сөзсіз, бірақ мен өзімнің енді жеке тренер ретінде саясатым
Султанда 67-ге бірінші номер болып қойылды да. Енді ержетті елдің барлығы біледі, қандай жетістіктер бар, қандай результаттары бар. Ержетті мен өзімнің планым биылға 63-ге тағы көрсек деп, әлем чемпионатын көрсек деп. Енді бір аттегена деген былтыр бір мәселе болды ғой бізде. Әлем чемпионатына финалда күресіп, алтын ала алмай қалдық. Енді оған да шүкір дейміз, бірақ енді соны алтынға айландырсақ деген ниеттеміз, Алла бұйырса. Осы шәкірттеріміз сондай жетістікке жетіп жатса, бапкершінің одан артық қуаныш жоқ шығар деп ойлаймын. Негізі бұл да енді бір тактикалық жүріс деп айтады ғой. Мысалға Нұрғожа Қайпанов та еркін күрестен әлем чемпионы болды ғой 70 келіде. Өткенде сұхбаттасқанымда ол да осы маусымда 70 келіге ауысуы мүмкін да. Мүмкін екі дүркін әлем чемпионы дейтін атақты алып кетсем деген ой бар екен да. Ал келесі жылдан бастап енді Азия ойындары, квалификация, олимпиадаға іріктеу басталады ғой енді. Қайттан 74-ке ауысам дейді. Ол қаншалықты әлі сол пікірі маңызды күшінде екенін білмеймін, бірақ маған сұхбат қылген солай айтқан. Сіздердің де тактикалық жүрістеріңізді осыған ұқсатуға болады, яғни ержетті сол 60 келіде әлем чемпионы болса деген. Құдай қаласа. Сол ниеттеміз. Ержетте, Султанда енді биыл рейтинг бар, тағы бір екі турнир бар. Жаңадан құралып жатқан құрама команданың аға жаттықтырушылар бар. Солармен келісіп отырып, осы жігіттер әлем чемпионатында өнер көрсетсе, жақсы бір қол жеткісе, нәтиже көрсетсе, енді ары қарай ержет жыл соңында қараша айында чемпион Қазақстан болады. Сол жерде Қошқарда, Султанда, ержетте бәрі 67 күресетін болады. Енді ол ары қарай келесі жылдық Азия ойындары бар, әлем чемпионаты бар, соған іріктеу болып саналады дейді. Енді биыл сондай жоспарға отырмыз. Жоспар, дұрыс. Ержетті ренжіп қалған жоқ па? Мен финалға шықсам шығып тұрып күреспей қалған жоқпын. Ағайдың шешімі болды, солай. Қарсы келе алмаймыз ба? Дұрыс, әрине ағайды тыңдаған дұрыс. Жалпы екеуіңіз өзара қанша рет күрестіңдер? 3-ші рет шығып отыр осы Кубок Қазақстан. Финалға бір. 4-ші рет. Есеп қанша деген ғой? Екеуі ара есеп қанша? Кім көбірек жеңді? Ресми жарыстарда. Екеуінде ғана күрестік. Екеуінде осылайынан бердік бір-бірімізге. Бірінші юношада шықтық. Жасөспірімдер арасында, иә? Ол кезде ұтылып қалдым мен. Одан кейін жастарда. Ақтөбеде шықтық финалда. Ол кезде Сұлтан күреспеді. Маған берді. Одан кейін бір 2 айдан кейін Шәміл Серіктің турнирінде шықтық тағы да. Сол жерде күрестік ол жерде. Мен ұттым. Сосын осы Кубок Қазақстан болды. 4-шісі. Қазіргі есеп тең екен ғой, былай айтқан кезде. Енді күреспеген кезде есепке алмағанда екі кездесудің біреуін ержет, біреуін Сұлтан алыпты. Жалпы өздерінің грек-рим күресіне деген жолдарын қалай басталды? Сұлтан өзіңді 21 жылы айтып жатырмын ғой, Азия чемпионы болған кезде ой, қандай талантты балуан шығып келе жатыр деп қуанған едік. Одан бөлек есімде сұхбат берген кезде, халықаралық федерацияның сайтына сұхбат бергенде мен Токио олимпиадасына барам, 67 келіде барам, чемпион боламын деп айтқаның есімде. Жалпы енді шынымен де оңай емес қой салмақ ауыстыру, бір салмақтан бір салмаққа өту деген сияқты. Енді қазір осы уақытқа келе жатсыз. Енді жалпы өзіңіздің осы күреске, грек-рим күресін неліктен таңдадыңыздар? Туған жерлеріңіз, ағайларыңыз бәрін айтып өтсеңіздер болады. Мен грек-рим күресіне келген себебім өзімнің жездем Марат Қуатов Марат, сол кісі тренер болып жұмыс істеген осы грек-рим күресін. Сол кісі алып келген ең бірінші зал бар. Содан осы күрес ұнап, осылай осы күреспен келе жатырмын. Осы тек осы грек-рим күресіне қатысқам ең бірінші. Содан бері қазір грек-рим күресімен келе жатырмын. Ал ең алғашқы жетістігің қандай болды? Қазақстан біріншілігіне құрамаға ілігуге себеп болған? Ең алғашқы сол Алматыда өткен Қазақстан чемпионаты болды. Ересектер арасында. Біз соның алдында, ол кезде карантин болған оның алдында. Сол кезде көп барыстар тренировка істеген жоқ. Біз сол кезде достық спорт комплексте құлтап тастап сыртынан шығармай тренировка істегенбіз. Бәріміз ержет бар. Нұрым ағай болған ол кезде. Нұрым Дүйсенов. Иә. Сөйтіп 2 айдай, 3 айдай үздіксіз сбор жасап, тренировка істеп жаттыққанбыз сол жерде. Сол кезде жақсы формада болып, Қазақстан чемпионатына кетіп қалып, ересектер арасында сол кезде чемпион болдым. Финалда кім жеңді ол кезде?
Бағлан Жаханша. Хорлан Жаханшаны сыңары, иә? Бағлан жеңдіңіз. Негізі Ержет екеуміз шығамыз деген ойда болғанбыз. Ержет сол финалға шығардың алдында сол Бағлан Жаханшадан жеңіліп қалды. Ол кезде де екеуі екі жаққа түсті. Сұлтан бір жақтан, Ержет бір жақтан. Бұлар кезде жас етін ешкім танымайды. Сөйтіп екі жақтан жақсы өнер көрсетті. Забық финал Хорлан Жаханшаға есе жіберіп алды Ержет. Сен забық финал Итемген Руслан өтті, иә? Ақтөбелік балуан, иә? Менің жерлесім. Сол жігіт өтті, финалға шықты. Сол жерде енді өте жақсы күресті Сұлтан. Сұлтанды ол кезде ешкім танымайды. Ол кезде бұл 19-да елдің бәрі айтты. Сұлтан случайно атылады. Случайно чемпион болмайды негізі. Содан кейін Азия іріктеу басталды. Ол кезде де жоқ жақсы ол әлі. Случайно ұтып алды, анау деген әңгімелер болды. Бірақ кейін әйтеуір тренер болғаннан кейін жалғыз залда ғана жұмыс істемейсің, сыртта да жұмыс істейсің ғой. Барып, жолып, сөйлесіп, айтып әйтеуір бұйырып сол Азия чемпионатына күресті. Сол жерде үмітімізді ақтады. Сөйтіп құрамаға ілікті, сөйтіп көзге түсе бастады. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, құраманың атынан әлем чемпионатына қатысты. Одан кейін тұңғыш рет 2023 жылы 29 қазанда 23 жасқа дейінгі жастар арасында әлем чемпионы болды тұңғыш рет. Енді нәтижелер жақсы. Енді осыдан сынбай еңбек талмай жұмыс істесе, әлі бұлардан күтетін үмітіміз көп. Енді спорттан шын олимпиада болғаннан кейін олимпиададан көрсек деп. Енді жалпы өзімнің бапкер ретінде арманым осы Жамбыл облысынан 28 жыл осы 67 килограммда біз әлі лицензия болған емес грек-римде тарихтан. Жамбыл облысының олимпиадаға қатысушы. Бірақ өзімнің арманым осы жігіттер барса екен бізден. Классикалық күрестен. Классикалық грек-римнен, иә. Керемет. Сөйтіп жақсылық ағамыздың ізбасарлары, осыны ізін жалғайтын азаматтар шықса екен деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмық. Меніңше осындай конкуренцияға қарасам лицензия болатын сияқты. Болады. Өзім сөйтіп ойлаймын. Оның үстіне ұлттық құраманың үздіктері ғой. Ержет, өзің туралы айтшы. Мен сол күресті ауылда бастағам. Ауылда грек-римнен басқа күрес болмаған. Ауылың қандай? Абай, Құлан ғой. Жамбыл облысы Құлан ауылы. Сол жерде Ермахан Ибраһим Сокыстың несі ауылынан. Чемпиондардың ауылынан шықтыңыз, енді саған да қателесуге болмайды, тура сондай болу керек. Боламыз. Сол ауылда 4-ші классынан бастадым күресті. Қырбасов Нұркен деген ағай. Сосын 7-ші классымда спорт школаға Таразда сол жерге түстім. Ол жерде 11-ге дейін оқып, сол жерді бітіріп, 2017-те Асылжан ағайға келдім. Содан бері 2017-тен бері Асылжан ағайда. Қол астында жаттығасыз. Сіз енді Азия чемпионатының жеңімпазы 2024. Ержеттің аты сол 2024 жылғы Азия біріншілігінен шыққан сияқты. Енді Бішкекте өткен, иә? Жалпы құрамада болды, бірақ U23 жаңа 23 жасқа дейінгі. 2 жыл қатарынан Азияға да күресті, әлем чемпионатына күресті, бірақ жолы болмады. Бір рет қола медальға ие болды. Бірақ жалпы формасына келген сол жылы болды деп ойлаймын. Өзінің тәжірибесі бар, еңбегі бар. Сол жылы топ жарды. Содан бері жақсы, Аллаға шүкір, қазір тоқтамай келе жатыр ғой енді. Енді есептеп ойлап қарасам айтып отырмын ғой, жаңағы бір бапкерде екі мықтының тату-тәтті жаттығуы бір сирек кездеседі ғой. Мысалы әлемдік спортта мұндай тәжірибелер өте көп. Атақты бапкерде екі танымал спортшының жаттығуы дегенді. Енді сіз қазір балансты қалай ұстайсыз? Екеуін де ренжітіп алмай, екеуіне де бірдей жағдай болу үшін, біреуіне басымдық беріп, ағай біреуін тартып кетті деп айтпау үшін сізге де мықты стратег болу керек қой. Иә, жалпы менде өзімде жаттығатын балалардың ешқайсысын бөліп жармаймын. Сұлтан болсын, Ержет болсын, басқа да балаларым бар, шәкірттерім. Енді екеуі бір салмақта болғаннан кейін жаттығу барысында осыларға қарап келтірем. Сұлтан жаққа да, Ержет жаққа да қоятын жерде қоям, істететін жерде өзім айтып тұрам. Сен ауыз, сен анаған бар,
сен мынаған бар деп қарап отырамын. Егер де қатты беріліп кетіп жатса, мен уже ажыратамын да басқа жағын ауыстырып жіберемін. Екеуі бір сондай несі бар. Қатты беріліп істейді, бір-бірін аямайды. енді сол кезде бір қорқыныш болғанда бір кішкене сескенесің, травма алып қалмаса екен деп, сол кезде мен аламын да жайлап бөліп жіберемін. Сұлтан, сен анаған бар, Ержет мынаған бар, бірақ жаңа партерный жұмыстар бар. Кейбір балалар болады, бұларды әлі жетпейді, күші жетпейді, тәжірибесі жетпейді деген сияқты. Ал сол кезде уже мен бір-біріне қоямын. Сөйтіп жұмыс істеп келе жатырық, жалпы қай жақта болсақ та біргеміз. Қай жақта жүрсек те, оқу жаттығу жиыны болсын, басқа болсын, әңгімелеріміз бір бөліп жаратын еш нәрсеміз жоқ. Ержетке де айтатын әңгімем Сұлтанға да айтылады, Сұлтанға айтылатын әңгімем Ержетке де айтылады. Екеуі де айтқанымнан шықпайды. Әйтеуір ағай не істейміз, қалай істейміз, жоспар болса, жоспарымды заранее айтамын мен бұларға. Жігіттер, осы аптада осындай, келесі аптада осындай, келесі айда мынандай жарысқа күресеміз, чтобы біліп жүру үшін бұлар. Мен ойлаймын, бұлар енді бапкер ретінде мені сыйлап тыңдағаннан кейін жұмыстары жүріп жатыр, алғаш нәтижелер болып жатыр деп. Енді кейбір жаңа сіз айтып жатсыз ғой, спортшылар бір жетістікке жетсе, өзімен өзі кетіп қалады деп. Енді жалпы бапкер ретінде өзім ойлаймын, ол дұрыс емес деп. Бапкер жалғыз бапкерлік жұмысын атқармайды. Оның ішінде әкелікті жұмысы бар, ағалықты жұмысы бар, айтатын ақылы да бар, енді жанашыр. Жалқы тренировка істетіп қана қоймайсың. Бұлардың каждый проблемаларын бәріне кірісіп отырады. Дұрыс, аха. Оның үстіне айтады ғой, бапкерлерді өзінің отбасын ұмытып, шәкірттері баласы болып кетеді ғой. Сіздерге де солай шығар, екінші әкелер есептейді жарыстарды бапкерлеріңізде. Көп спортшылар солай жатады. Ал енді екеуіне Сұлтан мен Ержетке мінездеме беріп өтіңізші, екеуінің күрестері қандай, екеуінің қандай бір өте оң жамбасына сай келетін әдістері бар, темптары қандай, Сұлтан қайтып күреседі, Ержет қалай күреседі дегенде. Енді Сұлтанға келетін болсақ, екеуі де еңбекқор. Бірақ жалпы физикалық тұрғыда, бірақ Ержет мықтылау физика жағынан. Енді Сұлтанның бір жақсы қасиетін айтайын сіздерге. Сұлтан жарысқа барған кезде жеңіске деген құштарлығы ұлғаяды. Жарысқа барған кезде. Енді қанша жыл бапкер болып жұмыс істеп көреді, кейбір балалар болады, залда мықты, жақсы, бірақ жарысқа келгенде психологически слабый. Сынып қалады, көп ойланады, жаңа былай айтқанда мандырау жасап қалады да. Сұлтанда ондай жоқ. Мен өзім сол балаларды дайындайтын кезде әрбір сыфаттың алдында ақыл кеңесімізді айтамыз, кейбіреумен сөйлесеміз, түсіндіреміз, ойдан арылу үшін алып шығып кетіп, жеке әңгімелесіп. Сұлтанда разминкасын істетесің, болды, қоя бересің. Ол ары қарай өзін жігерлендіріп, өзін көңіл күйін көтеріп шығады. Өзі дайындалады ары қарай. Өзі дайындалады, аха. Яғни психологиялық тұрғыда мықты болып тұр ғой, иә? Ержетке келетін болсақ, Ержет енді күресіп жатқан кезде көзі де, құлағы да менде. Дұрыс. Барлық айтқан нәрсені тікелей қабылдайды. Сосын енді опытпен келеді ғой барлық нәрсе. Баяғыда Ержетте жарысқа келгенде ойлану көп болады. Жүрегіне қатты алады, ойланады. Кейін оның бәрін әңгімелесе келе, енді мен бұларға айтамын, күреспен өмір тоқтап қалмайды. Жүрекке қатты алмаңдар. Бұл спорт, жеңісте қатар жүретін нәрсе. Бірақ мықты жағынан көрінуіміз керек. Ақыры осы жолды таңдадық па? Чемпион болу керек. Всегда жоғарыда болу керек деп айтып жүрмін. Бірақ бұл өмірде негізгі бір не емес, мақсат емес бұл. Осы спортпен қатып қалған. Бірақ жарысқа келген кезде ойланып, толғанып, ұйықтамай, жүрекке қатты алудың қажеті жоқ деп мен бұларға айтамын постоянно. Негізі осыны айтып отыратын бапкерден бөлек бір психолог та болу керек қой, иә? Спорттық. Бұл жағы қалай бізде? Жоқ шығар? Психологтар келеді, жұмыс істейді, айтады. Енді ол кісілердің айтатыны бөлек қой. Олар психологиялық түрде айтады да. Біз өзіміздің тілде айтамыз. Жанына жеткізіп тұрып па? Жанына жеткізіп. Психолог Сұлтанға не керек екенін білмейді, бірақ ол психологиялық түрде жеткізе алады.
мен бірақ бұның жан дүниесін мен білем да ішінде. Бұның семья жағдайын білем, бұның басынан не өткенін мен білем. Ержетті де солай. Семьясын білем, ата-анасын білем. Бұлар қай жерден өтті, қай жерге келді, бәрін білем. Сондықтан мен басқаша сөйлесем бұлармен. Сол сияқты. Әрине андай. Бұл жеке бапкердің рөлі ғой, маңыздылығының бір белгісі осы. Сол себепті де кеше соңғы олимпиадада, Париж олимпиадасына ұлттық олимпиада комитеті барлық спортшының жеке бапкерін алып барды. Сметовтың бапкері Ғалымжан аға ең соңғы болып іліге алмай әрең ілігіп кетті. Бір күн өтіп кетсе де біздің сол басшылық шешіп берді. Бұл яғни жеке бапкер спортшыда қасында болғанда маңызының қаншалықты маңызды екенін көрсетіп тұр да. Ал енді осы жерде сіздерден сұрайын, ұлттық құрама бапкерінің рөлі қандай сіздерге? Жалпы ұлттық құрамада бірнеше жылдан бері жүрсіздер, сіздердің кездеріңізден Мельниченко бапкер болды, оның алдында Нұрымағай. Одан бөлек, жоқ, Нұрымағайдан да бөлек кім болды? Серік Жұмашев ағай болды. Жалпы еліміздегі беделді бапкерлер ғой, олардың жалпы тактикасы қалай? Бірнеше бапкердің алдын көрдіңіздер, несімен есте қалды? Барлығы негіз бірдей. Бірақ Юрий Мельниченко ағай көбінесе отработка, приемдарды қайталау, соларды көп істеткізетін. Және басқаша етін ол кісінің тренировкасы. Күнде азанда соперниктарымыздың күресін көретінбіз, телевизор қойып қоятын. Бүкіл бала болып, бәріміз жиналып, каверға келіп, телевизордан соның күресін қарап отыратынбыз соперниктарымыз. Сол. Заграница сборларда көп болды. Иә. Шетелде көп оқу жаттығулары болды. Әзербайжанға бардық. Хорватияда болды. Әзербайжанда жақсы болды. Ояқтың өте балуан мемлекет қой оларда, жалпы осы шетелдегі оқу жаттығу жиындарының маңызы қандай жағдайлар болады? Спаррингтер өздерінің бір көптен көріп жүрген қарсыластарымен бір былай бейресми жолығып қалатын сәттер туады ғой сол кезде. Қазір Әзербайжан мықты болып тұр грек-рим күресінен. Солардың тренировкаларын көрдік, қалай жасайды екен. Және де оларда жағдай мықты жасалған екен. Сбордан бөлек те оларда гостиница беріліп қойған. Сол гостиницада жата береді екен, сбор болмаса да тегін. Балуандар, тамағы болады. Зал постоянно ашық тұрады. Залдарында бүкіл жағдай жасалған. Қызық кеттер ба? Жалпы осы грек-рим күресі бір әйел адамдар айналыспайтын жалғыз жекпе-жек түрі шығар, еркін күресте бар әйелдер, дзюдода бар, карате, таэквондо жекпе-жек түрлерінің бәрінде бар ғой, қыздар айналысады. Сол жақ қуантады бізді. Сол жағы, өйткені мен ойлаймын, грек-рим күресіне бір бел мықты болу керек қой деп та, тік тұрып күресесіздер. Бірақ енді қазір әлемде шыны керек грек-рим күресінің деңгейі төмендеп барады деп мамандар дауыл қағып жатыр. Яғни Олимпиада ойындарына келген еркін күрес шеберлерінің жұлдыздары да көбірек болып кетеді, әдістері де көп айтылады. Одан бөлек енді қазір Қазақстан бойынша, Алматы қаласы бойынша мысалы грек-рим күресімен айналысатындар саны азайып баратыр деген дабыл қағып жатқандар да бар. Осыған қатысты не айтасыздар? Жалпы осы грек-рим күресінің кішкене сәл қарқыны бәсеңдеп қалуына не себеп болды деп ойлайсыздар? Енді бұл грек-рим күресін айта кететін болсам, мен жалпы өзім бала кезде Жамбыл облысында Жаңатас қаласының тумасымын өзім. Қатыспаған спортым жоқ. Енді футболдан бастап барлығына қатыстық, сөйтіп келе сол 97 жылы өзімнің бірінші жеке бапкерім Қалдықұлов Серік деген кісі алып келіп, мен зала осы грек-рим күресімен айналысасың деп. Мен ол кезде күрес дегенге вообще жоқ еді. Боксқа айналыстым, таэквондо, карате, футбол ойнадық. Сол кезде мен осы грек-римге келген кезде түсінбейтін, не күрес болды еді. Бірақ алып келеді залға. Жаңағы бір жамбас, бір качерганы үйретеді. Сонымен балалық қой, күресіп жүрдім. Кейін Қазақстанда өттік, спорттарында мектеп-интернатына түстік, өз жерге алып келіп оқуға түсірді. Сонымен грек-римді толық қамды түсініп, содан кейін барып білдім, бұл қиын күрес екен. Жалпы бұл жерде физикалық тұрғыда өте мықты болуым керек. Физикалық, функционалдық. Енді барлығын бір жерге жиналып келген кезде, соның барлығы осы грек-риммен айналысатын спортшылардың бойында болу керек деп есептеймін.
бұны неге әйелдер жоқ десеңіз, бұл жалпы физикалық тұрғыда ауыр болғаннан кейін әйелдерді бұл спорт түріне қоспайды. Енді бұл единственный вид спорта, который бұл әйелдер айналыспайтын. Сөйтіп мақтанамыз. Біреулер айтады, грек-рим күресетіндер аз, жалпы күресетіндер көп, бірақ кәсіби деңгейге шығатын кезде көп балалар шыдамайды. Өйткені сен ол баланы ересектер арасында күрестіріп, жоғары әлемдік деңгейге шығару үшін сен соответственно оған физикасын беруің керек. Сол физиканы, мысалы басқа спорт түрлері штангаден 60 килограмм, 70 килограмм көтеретін болса, бұларға грек-римге 90 килограмм, 100 килограмм бір есе екі есе артық көтеріп жүру керек. Жетістікке жету үшін. Сонда жасөспіріммен айналысады, жастарға келген кезде өз басымнан өткені сейіле бастайды уже балалар. Өйткені көбісі көтере алмайды нагрузканы. Құрамаға кіреді, құрамада екі есе береді. Өзімнің шәкірттерім талайының тізесі кетті, белі кетті, мысалы. Содан шыдай алмайды. Содан адам азайып іріктеліп, грек-рим күресі аз болып көрінетін. Содан жалпы статистика бойынша әрбір облыста айналысатын балалар көп. Юношасы болсын, жастар болсын. Кадеттер. Бірақ ересектерге келгенде сейіле бастайды. Онысы рас. Енді бұл қиындыққа байланысты көбісі шыдай алмайды нагрузкаға. Мысалы, сіздердің еркін күрес шеберлерімен салыстырғанда, мысалы, нагрузка бірдей бола ма? Көп, әлде көбірек аласыздар ма? Олар физикалық тұрғыда аз жасайды. Еркін күрес шеберлері? Бізге қарағанда. Физически оларға қатты. Бізден қарағанда қатты еркін күрес. Бізде физикалық. Сіздер аяққа өтпейсіздер, тек тік тұрып күрескен кезде күш көп сарқылады, көп керек болады. Итерісу әрбір спорт түрін алып қарасаңыз, барлық спорт түрі жақсы. Бірақ мүмкіндік бар да, демалуға, кішкене бір қулыққа салып, тоқтатып қоюға. Грек-римде ондай жоқ. Шықтың, 6 минут давление. Сен әдіс айла жасама, бірақ бәрібір сен 6 минут давлениеда тұрасың. Бір босау жоқ. Болмайды, босаң ба? Болмайды, сондықтан бұл грек-рим күресі физикалық дайындықты өте талап ететін спорт. Енді жалпы көрерменге де айтамын, егер де балалары физикалық тұрғыда мықты болса, бұл айналысатын спорт негізі. Грек-рим өзі аты айтып тұр, классикалық. Классикалық, яғни грек-рим спортына, грек-рим күресіне, былай айтқанда, жалпы айтқанда, ең мықтылар баратын болып тұр ғой, шыдайтын, жүрегінің түгі бар, күші көп. Ең мықтылар деп басқа спорт түрлерінен тиіп кетпей? Тиіп кетпей, жалпы осы балуандардың ішінде күші көбірек, төзімділеу, балалар баратын болды. Мен ешбір спортты кемсітіп жатқан жоқпын, барлық спортқа бірдей қараймын. Мынадай сұрақ, енді осы физиканы арттыру үшін, күшті көбейту үшін не істеп жатсыздар сіздер, балалар? Жалпы біз бұл балалармен жылдық жоспарға қарап, аға бапкерлер бар құраманың, солармен ақылдасып, олардың жоспарын алып, қараймыз да, өзіміздің жоспарымызды қоямыз. Олардан тыс бос уақыт болады, оқу жаттығу жөнінен келгеннен кейін 1-2 күн демалтамыз да, көбінесе біз физикалық тұрғыда жұмыс жасаймыз. Жалпы мен өзім сол жоғары спорт шеберлік мектебінің басшысы болғандықтан, біз контрактқа мен өзім арнайы сондай фитнес тренер алғам. Нұрсұлтан деген жігіт бар. Енді өте жақсы, жұмысы бәрі ұнады. Сол жігітпен осы жігіттердің қай мышцасына жұмыс істеу керек, қай жағы слабый, Ержеттің қай жері слабый, Сұлтанның қай жері слабый. Ержет пен Сұлтаннан басқа да балалар бар бізде құрамада. Облыс құрамасының өткенде Әшірхан, Талас, 77 топтан. Соның бәрі осы 7-8 баланы соларға біз жоспарымызды қоямыз. Бірақ көбінесе физикалық тұрғыда. Өйткені физикалық тұрғыда ересектер кейінді айтып отырмын ғой. Күшің болмаса, онда үлкен аренада қиындау болады. Күйіп кетесің, байғанда. Ал техника жағышы, Ержет пен Сұлтанның техникасына қатысты не айтасыз? Алмат бар ғой біздің Кепсібаев, 5 әлем чемпионатының жүлдегері. Өте техничный балуан ғой, қарасаңыз, оның бастан бүйтіп басқалып жасайтын әдістері, не болмаса Қорлан Жақанша әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Мойнынан ұстап лақтыратын Эйр Қорлан деп неде жазып жатады Инстаграмдарда.
сондай бір физикадан бөлек осы Сұлтан мен Ержеттің бір сондай оң жамбасына келетін әдістерді қалыптастырып жатыр ма, яғни автоматты деңгейге жеткізуді сұрап отырмын. Енді сұрағыңыз өте дұрыс. Бұл әрбір баланың орысша айтқанда коронный приемы дейді. Болу керек әрбір спортсменнің. Жалғыз бір партерға сеніп қалмау керек та. Ол партер деген 4 таған. 4 таған. Ол жерде біреу мықты болуы мүмкін партерден. Жасай алмайды, бірақ тұрып беруі мүмкін да. Сондай да схваткалар болады. Мысалы, еш нәрсе істемейді, счет теңесіп тұрады, бірақ 4 тағаннан тұрып береді. Яғни кілемге жабысып алады. Жабысып алады, иә. Сондықтан мен шәкірттеріме ылғи да айтамын, әрбір баланың өзінің приемы болу керек. Екеуінде приемы бар. Стойкадан да жасайтын, партерден де жасайтын. Техничный демесем де, бірақ жасайды екеуі. Техникалары қалыптасып келе жатыр. Қалыптасып келе жатыр. Ержет, әлем чемпионаты, Азия чемпионатын еске алайық. Өзің енді дебют деді ғой, алғашқы Азия чемпионатында жеңіске жеттің, одан кейін күміс медаль бар. Қалай енді әлі өзің салмағыңдағы әлемдік деңгейдегі жарыстарыңнан кейін не түйдің, не жетпей қалды деп ойлайсың? Жаңағы айтқандай, жаңа ағайың айтты ғой, көбіне маған қарап, менің барлық айтқаным істеп тұрады деген сияқты. Енді бір кілемде самостоятельно бір әдістер өзіңді айтады ғой, бір қалыптасып үйреніп қалдың ба? Бірақ финалда тыңдамай қойды айтпақшы. Тыңдамай қойғаннан кейін. Сол жерде. Иә, жалпы осы өзің қатысқан 2 әлемдік жарыстарды еске алып, қорытындылайықшы, және не шешім шығардыңыз? Содан кейін немен жұмыс істеймін деп шештіңіз? Қиын болды 2 жарысында. Бірінші Азия чемпионаты болды. Ол кезде салмағым негізі дұрыс қуа алмадым. Ерте түсіріп қойдым ба, сондай бір не болды. Содан кішкене қаттырақ қиналып қалдым негізі Азия чемпионатында салмақ қуу жағынан. Ал әлем чемпионатында бәрі жақсы болды. Салмақ қуым, тренировкам. Бірақ финалда кішкене асығыстық жасап қойдым сол жерде. Сол приемда. Ондай негізі жасамаймын, негізі ондай прием. Просто ыңғайы келді, жасап тәуекел етіп көрдім да. Шығып кетеді деп ойладың, иә? Өкінбейтіндей ертесі. Андай кейбір жарыстарда не үшін істемедім деп өкініп қаласың ғой. Сондай болмасын деп. Өкініш болмасын деп бір көрейін дедім. Не белбеу кетеді дейді ондайды, қазақ. Ондай да шешім дұрыс негізі. Тәуекелге бару. Тәуекелге бару да. Ол да санаулы секундтар, ол шешім қабылдап үлгеру, бір нәрсені істеп қалайын деп. Шыға сап істедім ғой. Андай тер болып кетпейді. Май жағы болады, кейбір спортсмендер. Ондайлар да бар ма әлі? Оны ескертпейсіздер ма? Оны тексермейді дұрыс. Оны ескертпегенде, оны сол Ержет әлем чемпионатына финалда күресіп жатқанда келді. Сол бірінші период ағай қолына май жағып алып дейді. Қарсыласы ма? Беліне полный жағып алған ғой. Қай қарсыласың? Финалда, аха. Сол Ержет айтамын, бұл финал басқа выход жоқ, күресу керек деймін ғой. Не істейсің? Оны ол жерде төрешіге айтасың. Төреші сүртінді дейді, ол сүртеді. Ол бір сондай май, Джонсонс бейби ма? Сүртеді. Балалар жағатын. Терлеген сайын қайттан майланып шыға береді. Мен Ержетке айтамын, күресу керек деймін. Енді бұл соны алады да, бұның әдісі қолдан жасау. Басына бұл качерге отырған кезде шығып баратады да жіберіп қояды. Сол кезде бұл түсінеді, қол май екен. Енді бұл басқа бір тәсіл қолданайын деп өзім де сөйтіп ойландым. Басқа жағынан көрейін дедім ма. Тәуекелге барды, бірақ бір қателік та. Сол бір қателік, өз қателігінен жүрден балдарды беріп қойды. Бірақ мен 100% сенімді болғам. Басқа да балуандарды, орыс балуаны болсын, жаңа Север Кореяның балуаны болсын, мықты балуандарды ұтып келіп, Азербайжан балуанына келген кезде мен өзім 100% сенімді болдым. Ұтатынына. Ержет ұтады. Алла қаласа осы көптен күткен әлем чемпионы шығады бізден деп. 98 жылдан бері. Иә, сонымен адамның айтқан болмайды екен, Аллахтың бұйрығы сол. Күміс медаль болды. Енді оғанда шүкір, өлең өзіне сабақ болады, келесі жылда. Сабақ болады. Бірақ десе де денесін майлап шығатындарды шынымен де төрешіге ескертіп, егер төреші мән бермеген жағдайда, кәдімгі біздің федерация басшыларына айтып, ол енді айтып түбіне жеткізу керек шығар. Әйтпесе ол кәдімгі ережеге қайшы ғой. Біздің қазақ балуандар жалпы ондай бір барып. Сол бару керек
шағымданбаймыз біз. Сол шағымдану керек, өйткені қандай деңгейде болсын, қандай жағдаймен болсын, енді қатты кетіп қалмаймыз ғой ұсақ түйекке, бірақ енді қарсылас ережеп бұзып тұрса неге шағымданып бармасқа деймін. Біз осы мәселені бокста да, күресте де кеш қалдырамыз. Мысалы, білесіздер ғой, жарқын мысалы, Ақжүрек Таңатаровтың жартылай финалдық белдесуі Лондон Олимпиадасындағы Кумармен бірге. Құлағы тістеп алса да, челлендж басылған жоқ. Бірақ енді біліп тұрды ғой, төрешілер көріп тұрса да, енді шығаратын жағдай болып тұрды, байқап тұрды. Бірақ десе де тартынбау керек деп ойлаймын, апелляция беру керек болса беріп. Енді денесін майлап алған балуан ұстатпайтын шығар, ол түсіп кете беретін шығар, балық сияқты былай. Енді біз онымен ақталмаймыз, ол денесі майлап алды басқа деп. Дұрыс. Бірақ жалпы біздің қазақ балуандар ондай бір әдіс, бір май жағып, ондаймен вообще қолданбайды екен. Қулыққа, хитрқылыққа бармайды. Енді көп көріп атамыз ғой, жаңағы басқада түрік балуандар бар, азербайжандық балуандар бар, ирандықтар бар, индус балуандар бар. Бірақ қанша мен көріп жүрмін, біздің қазақ балаларға ырза болатын бір қулық жасамайды өйтіп. Май жағып, басқа бір нәрсе істеп. Одан бөлек қандай қулықтар кездеседі тағы қарсыластарда? Салмақпен мүмкін или не болмаса, білмеймін. Жоқ, енді салмақпен. Алдап кеткісі келіп тұратындар болады ма? Андай партерге қойғанда не істейді, демалады көбісі. Андай өзімде не болған, Азияда қабағым жарылғанда негізі қатты шаршадым сол кезде. Сол қайта қанап сол жерде көмектесіп жүрді андайшы демалуға 4 минут уақыт береді бізде сондай орауға, сондай кезде болмаса. Қазіргі ережеге сай бір жерің қабағың жарылса, болмаса бір жерің қанаса, төреші тоқтатады. Жаңа медбраттарды шақырады, медикалық көмек. Сонымен ол түсіп қалса қайдан тоқтатады. Енді финалда япондық балуан функционалдық тұрғыда мықты болды, ержетті. Әйтеуір қабағы жарылды. Сонымен бір момент болды. Басынан ұстайды да уже лақтырайын деп ковердің сыртына қуып келе жатқан кезде басына таққан лентасы түсіп қалады. Сол финалда. Сонымен сол жерде сұхбатын тоқтатады, жаңа қайтадан шақырады. Сонымен бұл отырады, қайта демалып алады. 1 минут почти, 1 минуттай отырады сол жерде. Демалып қайтадан шығады. Соңында көмегі тиді не? Яғни қандай да жарақат алып қалсаңыздар, жаңағы медициналық көмек көрсету кезде шынымен де қарсыласқа кәдімгідей уақыт алып береді. Демалып, шамалы күш жинап алуға. Алып береді, ұтып жатқан палуанға пайдасы бар. Уақыт соған жұмыс істейді. Уақыт соған жұмыс істейді, ұтып жатқан балуанға. Енді кейбір кезде ол бір әдейі болмайды. Енді күрес болғаннан кейін қабақта жарылып жатады, басқа да сынып жатады. Травма айтып келмейді ол жерде. Енді ол жерде сол күрестің правиласы бойынша тоқтатады оны. Ол енді кейбір балуандар болады жаңа бір қулыққа салатын, ұтып атады. Енді мен өз басым ойлаймын, дұрыс емес деп. Бізде де ондай балуандар бар. Есеп 1-1 болып атады, 2-1 болып атады, ұтып атады. Бірақ жаңағы тоқтатып, тізесін ұстап, шынтағын ұстап жататындар бар. Симуляция жасайтындар да бар. Симуляция жасайтын. Жалпы ол балуанға жарасатын нәрсе деп ойламаймын. Кілемге шыққаннан кейін күресу керек, қарсыласты да ренжітпеу керек. Мен осы жерде әлемдік федерациялардың жұмысы да бұған әсер ететінін айтқым келеді. Өйткені мен білем, әлемдік халықаралық дзюдо федерациясы әлемде ең өте таза, сондай жақсы ереже тәртіпті бірінші орында ұстайтын федерациялардың бірі әлемдік IJF дейміз ғой. Жақында құрбым айтып берді бір оқиғаны. Соған қарап бір ереже тәртіпті байқауға болады. Менің құрбым сол жерде баспасөз хатшысы жұмыс істейді. Астанада Гранд Слем турнир өтеді жыл сайын дзюдодан. Былтырғы ма, алдыңғы жылғы ма турнир. Соған турнирді өте жақсы ұйымдастырады. Бәрін ішін әдемілеп әрлейді. Қараптан қарап өтпейді, мықты татамилер қояды, солай ғой. Кіреберіске сөйтіп бір италиялық олимпиада чемпионы бар, Ламбардо деген. Сол ұтылып қалады, бір белдесу ұтылып қалып, шығып баратқан кезде ашуланып, жынданып, бір андай бір жарыстың кішкентай бір белгісі тұрмай ма, кіреберісте бір пластмасс сияқты тұрып. Сондайлардың кішкентай баннердің де кішкентай бір соны бүйтіп қолмен ұрып жіберген ғой, сөйтіп анау сынып қалған. Сосын қайтып ол біздікілер айтқан керек емес, болды, ештеңе етпейді, ол әшейін азғантай ақша тұратын нәрсе, дымда қалмайды. Олимпиада чемпионы ғой қанша. Жоқ, халықаралық федерацияның өкілдері ананы суретке түсіріп, видеоға түсіріп,
есепке алып, ана жердің айыппұлын олимпиада чемпионы жүрген ғой, сен осы жарыста осыны білдіріп кеттің деп та. Яғни бұл да бір тәртіптің белгісі. Сен олимпиада чемпионы болсаң да, сен бірдеңе сындырып кет деген сөз емес. Яғни бұл тек былай татамин сыртындағы нәрсе ғой. Сол сияқты татамиде де енді жаңағыдай ережелер қатты қаралады да. Осы грек-рим күресінен Азия чемпионы атанғаннан кейін осы ересектер арасында бір жолың болмай жүргендей көрінді. Салмаққа ауысу процесі қалай болды, олимпиадалық салмаққа? Одан бөлек өзің салмағыңда ол кездерде Алмат Кебісбаев та спортта болды, одан кейін Мейіржан Сермаханбет жарақатына қарамастан күресіп жүр. Дінмұхамед Қошқар шықты кеше соңғы лицензиялық турнирге. Енді сен Токионың алдында шықтың, енді Париж олимпиадасы да өтіп кетті. Осындай 2 цикл өтіп кеткенінен бір өкініш жоқ па? Жалпы әлде енді жаңа жілік май толысып бір 30-ға қарай үміт артып отырсың ба? Мен сол Азия чемпионатын ұтқаннан кейін көп ауырдым. Сол вирус болды. Вирус кезде мен ауырып қалдым қатты. Сол әлем чемпионатына дұрыс дайындала алмадым. Ауырып жүріп тренировка істедім. Солай дұрыс негізі бабымда болған жоқпын сол әлем чемпионатында. Негізі былай солай барып көрген кезде өзім көзім жетті. Сол әлем чемпионатында ұтуға болатын. Өзім негізі сол Азия чемпионатынан кейін дұрыс режимді ұстаған жоқпын. Дисциплина болған жоқ вообще. Қай дисциплина? Түнде ұйықтамадым, сөйтіп жүріп ауырдым. Не үшін ұйықтамадың? Таксиге отырған кезде, Алматыдан Таразға қайтатын кезде кондердің несіне қостырып, таксиге қатты қостырып, содан ауырып. Дұрыс дайындық болған жоқ, сонымен жарысқа атылып, сол сабақ болды. Сабақ болды, Басы сабақ болды. Шешім шығардыңыз. Физикалық тұрғыда 67-ге ауысқаннан кейін физикалық тұрғыда жетпеді күшім. Соны қазір енді физикалық тұрғыда көп дайындалып, Құдай қаласа Лос-Анджелеске дайындаламыз. 2 олимпиаданы өткер кеттік, Париж бар, Токио бар. 2 олимпиадында теледидардан қарадың ғой, осы салмақтағы әлемдік балуандардың деңгейін көрдің ғой, күресуге болады, әрине. Асып-тасып жатқан ешкім жоқ, барлығын ұтуға болады. 2022-де бұл бір жыл травмамен жүрсек болады, травмамен жүрді. То ана жер ауырып болады, то мына жер ауырып болады. Енді бұл бала болғаннан кейін, жаста болды ма, санасына түймеді ма, көп жүрісі көп еді. Енді сборларда жүргенде елдің бәрі түсте ұйықтап жатса, сұлтан бір жаққа барып келеді. Сөйтіп кейін өзі түсінді, сөйтіп 23 жылы қайтадан бәрін қолға алып, түсінген өзі еңбек етіп, 23 жылы сол әлем чемпионы болды. Әлем чемпионатына келгеннен кейін бізденге бір-2 айдан кейін Алматыда чемпионат Қазақстан болатын болды. Бұл әлем чемпионатына қолын ауыртып келді. Сонымен күресеміз, күреспейміз деп келіп, осыны Алматыда соңғы оқу жаттығу жиыны болды, сол жерде сыр берді қайтадан қолы. Енді ол кезде де ойландық. Күрестірейін ба, күрестірмейін ба деп. Бізде мынандай бар ғой, күрестірмесең, ертең құрамадан шеттетеді. Қалай бұл әлем чемпионы болып тұрып, неге күреспеді деген. Көп сұрақ туындап кетеді. Басында Сұлтанға айтты мен кейін. Сұлтан, сен күреспейсің. Осында оқу жаттығу жиында болғанбыз. Бірақ басқа да бір сұрақтар болды бәрінің. Неге күрестірмейсің, неге күресу керек қой, анау ғой, мынау ғой деп. Сосын қайтадан шешім қабылдап күресетін болды. Бірақ сол ауырған қолмен күресіп, сол Астана өткен чемпионатта барлығы бір жаққа түсті. Мейіржан, Сұлтан, Алмат, өңшең мықты бір жаққа түсті да, бір-бірімен күресіп. Сол жерде Мейіржан чемпион болды, ол жерде? Мейіржан чемпион болды. Мына жағынан Қошқар Дінмұхамед шықты, екеуі финалда күресті. Сұлтан мен Алмат ағасы екеуі 3-ші орынға таласты. Енді ол жерде де әдіс жасап кетті. Сұлтан енді Алмат ағасы енді тәжірибелі палуан ғой. Біздің қазақ осы грек-рим күресінде тарихта қалатын палуандардың бірі, атап айтсақ. Соған есе жіберді. Бірақ жақсы күрес болды. Сол жерде бір моменттерде тікелей эфир болып отқан. Бір қызғы оқиға. Енді ол мен аға деп сыйлайды Алматтар. Сұлтан мен Алмат күресіп жатыр. Мен секундтан болып отырмын. Тікелей эфир болып отыр. Сөйтеді да Алмат прогиб жасап кетеді. Через ногу жасайды. Мен оны көріп қолымда челлендж лақтырамын.
сөйтеді да Алмат менің алдыма келеді. Сосын маған айтады, братан, не болды дейді да. Сен қазір көресің, аяқтан ілдің деймін. Жоқ, ілген жоқпын деп. Енді екеуміз әңгімелестік. Бірақ тікелей эфирден бір ойлап елді ұрысып тұрған сияқты болды. Жалпы мен өзім анамды айтып қойдым, Алматпен не айқайласып тұрсың ба? Жоқ, айқайласып тұрады. Мен Алматқа айтамын, ноги мулт деп жаңа сөйлесіп тұрмын. Содан кейін соны көріп алып елдер айтып жатыр ғой жаңа. Ұрысып тұрсыңдар ма, спорласып тұрсыңдар ма деп. Бірақ жақсы күрес болды. Енді бұл алматтардың жүргені құрамада сол кезде. Олардың тәжірибесінің арқасында осындай палуандар шығып жатыр. Бәсекелес бар жерде, ол міндетті түрде чемпиондар шығады. Мейіржанда, Алматта мысалы өздеріңіз білесіздер, Нұрбақыт Теңізбаевтың соңынан ерте. Теңізбаев, Әсембек, Ербол Қоңырат, бәріміз бірге оқыдық, сол құрамада бірге болдық. Сол кезде Алмат есімде біргілікке 2006 жыл болу керек. Бірінші рет келді бізге құрамаға. Ол кезде жас бала болды. Біз жаттығып істеп жатырмыз, Алмат келіп қарайды бізге. Ананы сұрайды, мынаны сұрайды. Кейін Нұрбақытпен бәсекелес болып, бір салмақта күресіп, Нұрбақытта жақсы нәтиже көрсетті сол салмақта. Алматта жақсы нәтиже көрсетті. Бұның бәрі бәсекелестік деп отырған. Екеуі жарысқан кезде Алмат пен Нұрбақыт. Мен өзім көрдім, Таусамалда оқу жаттығу жиынып жатқанда жүгіртіп жатыр жаңа уақытқа. Екеуі жан беріп жарысып келатыр. Сонда Нұрбақытта қайтпайды, Алматта қайтпайды. Анау Нұрбақыттан жастау бірақ. Бірақ енді анаған жетем, Нұрбақыт сияқты чемпион болам деп бір сондай мақсат бар да. Сонда екеуі жарысып келеді да, финишке жетеді да, құлайды. Сол кезде Алматтың жылағанын көргенмен, қиналғаннан. Аяқтары отказ беріп, сол кезде өзім ойлайтын, осы жігіт бір жерден шығады деп. Шығады, мынау үлкен жетістікке жетеді деп. Сондай еңбектің арқасында осындай жігіттер бар, жаңа Алмат сияқты, Мейіржан сияқты құрамада жүрсе, оның пайдасы көп болсын. Жүргеннің өзі кәдімгідей бір рух беріп тұрады. Тәжірибе. Олар енді не дегенмен үлкен аренада күрес жүрген палуандар ғой, тәжірибесі көп. Олардан алатын нәрсе көп, үйренетін нәрсе көп бұларға. Ойлаймын, олардың құрамада жүргені бізге пайдасы көп деп. Түсінікті. Жалпы өздерің осы әлемдік деңгейде балуандардан кімдер атап өтесіңдер? Кіммен күрескің келеді, кімдерді жеңгің келеді, бір нақты аты жөндерін. Ержет былтырғы қарсыласынан есе қайтарғысы келетін шығар, осы чемпионатта. Енді ұстасам аямайым деп отыр. Майлан шықса да ма, түгелде майлан шықса да ма теңесін. Ержетпен сол Азия чемпионатына баратын кезде, Ержет өзі сенбесе де мен 100% сенімді болғам сол кезде Азия чемпионы болатынына. Сол әлем чемпионатына да баратын кезде мен сезгем жақсы результат беретініне. Бірге істеп жүрген кезде уже сезесің да мықты болып тұрғанынша. Сол кезде уже уверенность бересің да, уже сен чемпион боласың деп. Бір-бірлерің күресіп отқанда трибунада қарайсыңдар ма, қолдау бересіңдер ма? Ана Марина Седнева постоянно айқайлап тұрады, олар ғой күресіп отқан кезде сол сияқты. Бірақ шетелде болғанда біз бара алмаймыз. Ағайлар болады. Осы шетелдік оқу жаттығу жиындарының сұрағымыз аяқсыз қалды жауабы. Сол шетелдегі оқу жаттығу жиындарының басымдықтары туралы тағы да айтыңдаршы. Ондай жаттығулар жылына жалпы қанша рет болады? Мүлде жаттығу жиынына бармайтын кездер бола ма шетелге? Қалай қазір жаңа бапкердің қоластында болдыңыздар ма жиында? Енді барасыздар ма? Енді барады 29. 29-да. Осыға жалпы осы ұлттық құрамада қаншалықты жағдай жасалып жатыр сендерге? Негізі жақсы. Өте көп базалар бізде спорттық. Алматыда 4 база бар мысалы. Ресейде болдық осы жақында, Азия чемпионатының алдында. Бүкіл жағдай жасалған екен. Тамақтарына дейін, тамақтары өте мықты ұнады маған. Құнарлы? Иә, салмақ қуатын адамға да тұзсыз, қантсыз бөлек тамақтар істеп қояды екен. Фрукты, бізде ондай жоқ. Бізде майлы тамақтар көбінесе, мысалы салмақ қуатын келген балаларға өте қиынырақ болады бізде тамақ. Өзіңді шектеу керек боласың, ондай кезде. Ол жақта андай
диетический тамақ бәрі бәрі қаралады. бәрі дайын тұрады. Салат, бізде ондай көбінесе болмайды, бәріне бірдей. Витаминдерің ше? Витаминдер Витамин береді. Оны да былай өзіміз де аламыз. Қарап дұрыстап ішетін шығарсыздар, иә? Жаңа тізімде жоқ па, тыйым салынған бар ма деп. Тексерістен өткеннен кейін барып береді бізге, тексеріп. 4 жолға кетіп қалайын деді. Құдай сақтасын. Ол жағынан да бәрін ойлаймыз. Жалпы көбінесе витамин мен өзім алам. Құрамадан берілетін витаминдерді одан бөлік мен өзім барып спорт питания центрге сөйлесіп, сертификатын сұрап, сосын бізде бұрында құрама командада Азамат деген докторымыз болды, қазір Астана қаласында. Сол жігітпен ақылдасам постоянно. Енді мықты білімді азамат. Осы грек-рим десе жанын беретін азаматтардың Иә, бірі. өте мықты дәрігер. Барлық Өйткені спортшылар сыйлайды. Ол дәрігер болып келген кезде жастайынан грек-римге келген құрамаға бізге. Мен сол кезден танысып, әлі күнге дейін мен осы балалардың бір денсаулығы сыр беріп бастаса, өзіне хабарласып Азамат бізде осындай жағдай болып тұр. Болды аға, қазір мен 5 минут ойланайын дейді. Сосын хабарласады, болмаса өздеріне прямой звондайды. Жағдайың қалай болып отыр, не болып отыр, қай жерің ауырып отыр, салмағың қанша күн қалды. Сөйтіп четкий распределение береді. Ержетке де болсын, Сұлтанға да болсын. Шетелде жүрсек те, біз әлем чемпионатында Хорватияда оқу жаттығу жиында болды, соңғы рет. Сол кезде бір 3-4 күн қалған кезде Ержет ауырыңқырап қалды кішкене. Ағай, жатсам да басым айналады, тұрсам да басым айналады деп. Сонымен қорқыныш. Жатам да сол жақ беті полный үйіп қалады. Уже уақыт аз қалды. Не істерін білмеймін. Азаматқа звондаймын. Азамат, енді Азамат Астанада, біз Хорватияда жүр. Азамат, не істеймін, осындай болып жатыр. Аға, перегруз емес па дейді. Енді перегруз дейін десең, онда перегруз алған жоқ. Бала нормально бәрі состояниясы. Мен аға қашан ұшып келесіздер дейді, 3 күннен кейін ұшып келеміз. 3 күннен кейін ұшып келсеңіз, Ержет маған шұраласпыз сразу дейді. Жарайды, ұшып келдік, билетін алдық, сразу Астана жердік. Азамат өзі күтіп алып, қарап, ем-домын жасап, жібердік, келді, жақсы, әлем чемпионатына күресті. Енді ол жігітке ризамыз енді. Мен ғана жүгінбеймін оған, қазір бізден жаңадан құралып жатқан құрама команданың аға бапкері Қонысбек деген жігіт. Жастар құрамасымен істеді ғой. Ол жігіт Азаматқа ақша төленбейді мысалы. Өз саласында болғаннан кейін, бірақ осы жастар құрама командасына көп көңіл бөлді. Өйткені Қонысбек қазіргі аға бапкер. Сұранып, Азамат шақырып, ем-домын алып, балаларға не береміз, нан береміз деп. Енді Азаматты жалпы бәрі құрметтейді. Иә. Өте білікті дәрігер аға. Білікті дәрігер. Көмегі көп. Иә. Жалпы осы енді спорттан бөлек оқу, білім жағдайы, отбасылық жағдайы қалай болып жатыр шәкірттеріңіздің? Ол да назарыңызда шығар сіздің? Иә. Бұлардың кеше Ержетке айтып күліп жатырмын ғой. Осы биыл әлем чемпионатынан кейін өздеріңіз білесіздер, бізде жергілікті федерация бар. Жамбыл облысының спорт басқарма басшысы Ернар Таласбекұлының бастамасы бар. Ержет енді Тараздан тұңғыш ересектер арасында күміс жүлде алып келіп жатыр деп көлік сыйлаған болатын. Toyota Camry 80. Құтты болсын. Оны біз білген жоқпыз. Қашан сыйлады? Әлем чемпионатында. Ой, керемет. Әлем чемпионатында бізге хабарласты, барлығы Алматыдан күтіп алайық деп. Енді мен өзім ондайға жоқпын, сосын айтамын, керегі жоқ, күтіп алмай қойыңыздар, біз өзімізден бара береміз деп. Сосын аэропорттан түссек, олимпиадалық дирекциялықтың біздің бастығы Қуандық Есмұрза деген жігіт өзі келді, күтіп алып. Сонымен ойымызда түк жоқ. Келсек, кәдімгідей дайындалған. Ол жақсы қаласындар ғой? Ернар Таласбекұлы өзі спорттан шыққан адам, ондайды жақсы түсінеді. Енді ондай бізде тарихта болмағаннан кейін келсек, аншлаг, аркадан күтіп алып, керемет не алды. Күтіп алып біз содан кейін ресторан жаққа апарып, көлік сыйлады білмеген жерден. Ой, қандай күшті. Қазір көлік жүргізіп жүрсің бе өзің?
Жоқ, ол көлікті сосын алдық, сосын мен оны алып келдім де үйге қойып қойдым. Кілті сізде ма? бір-екі күн айда ауылына апарып бердім, бір-екі күн айда сосын алып кел дедім, алып келіп үйге қойдық. Өйткені мен ойлаймын, үлкен спортта жүргеннен кейін ол кедергі болады. Енді ол жаңа көлік болғаннан кейін бұлар бәрі жас болып қызығушылық болады, дос көбейеді, қыдырыс көп болады, жүріс көп болады. Қыздарға барады деп, Қыздарға бұлар қатты жақын деп айта алмаймын, бірақ енді жүріс көп болады. Содан кейін үйге алып келіп қой дедім, үйге әкеліп қойды. Сонымен Ержетпен айтып, Ержет, давай машинаны үйге ауыстырайық, ертең күрестен кейін де өмір бар ғой. Ағай, өзіңіз білесіз, ауыстырасыз ба, не істейсіз, в общем, не ала берсеңіз деді. 2 бөлмелі пәтерге ауыстырдық. Ой, қандай керемет. 2 бөлмелі пәтерлі болды алғашқы. Баспаналы болды, иә? Баспаналы болды. Сұлтанға да үй берілді, иә? Берілді ма? Федерация? Былтыр әлем чемпионаты болып келгеннен кейін федерация берді, 1 бөлмелі пәтері бар, алма Астанада. Ой, жақсы. Сол жақта тұрып барып тұрасың ба арасында? Кейде барып тұрмын. Енді қазір Қаяқта? Қосшыда ғой. Қасында, иә? Бұлар енді ол үйлері бар деген болмаса бетім көрмейді дейсіз ғой. Бетім көрмейді, постоянно оқу жаттығу жиыны. Неге күлдіңіздер? Енді күрес. Сізге беріпті, Исқарға әлі берген жоқ, сондықтан қосшыдан болса да. Исқар аламай жүр ғой. Исқарға әлі берген жоқ, Қазақстан күрес федерациясының құлағына алтын сырға. Исқар өте тәжірибелі, мықты палуан ғой. Исқар Құрбаев, кеше Азия чемпионы болып келді, иә? Хорламен күрескенін көргем, иә. Исқар еңбекқор. Сондай қызықты моменттер бар, енді жалпы айтып отырмын, бапкерлік жаңа жаттықтыру жасадық қой, мен болашағында ойлаймын. Дұрыс, бәріне араласасыз, ертең айтып тұрмын ғой, енді екінші әке болып кетеді ғой. Бір бапкерді айтқан аты жөнін айтпай қояйын, мен өзім балаларымды ұмытып кеткен дейді, сөйлесе алмаймын дейді. Мен шәкірттермен жақынырақ сөйлесемін, балуандармен, ол да еркін күрес бапкері. Өзім балаларыммен өйтіп әңгімелесе алмаймын дейді, шәкірттеріме қараған. Сондықтан енді шәкірт пен балуанның бапкер мен балуанның тандемі жақсы болса, нәтижеде жақсы болады деп ойлаймын өзім. Сол өзіңіз жаңағы қадағалап тұрыңыз енді, қалай дисциплинасын, көрді ғой, Сұлтан 1 жыл өзі, 1 жыл ма? Сол Азиядан кейін. Иә, кішкене. Мен өзім кетіп қалыпты. Кешке бір жазып қайтарып тұрыңыз, иә. Кешке бір жазып хабарласып. Бақылап тұрасыз ба? Қайда жүр, қыдырып жүрген жоқ па деп. Тамақ ішіңдер ме, қайдасыңдар? Жоқ, өйткені бәрі әсер етеді ғой, дисциплина да бар еді. Мынандай ғой, бір үмітіңді үзбей осы жігіттерден бір жақсы нәрсе шығарамын деп. Чемпион болады, осы сенімдім да, Алла бұйырса болады бұл жігіттерде. Өйткені Аллах Тағала бұларды бекерден бекер әлем чемпионатын күмісін, Азия чемпионаты, әлем чемпионын, Азия чемпионы қылмайды да. Бұлардың үлкен жаңағы олимпиада болсын, әлем чемпионаты бұл жақын тұрған жігіттер. Бұларды демеп, жол көрсетіп, тек сүйреп отырсақ, бұлар жетеді деген. Мен ойлаймын, енді Жамбыл облысы негізі еркін күреспен, бокспен өте танымал ғой. Негізі спорт еліміздегі ең спортта жоғары жетістіктер көп өңірлерінің бірі ғой Жамбыл облысы. Басқалармен салыстырмалы түрде қарағанда қанша олимпиада чемпиондары шыққан. Мен енді сол Ақжүрек ағадан кейін еркін күрес шеберлерінің мықты екенін білетін, енді грек-рим күресінен қанша финалистер чемпион, әлем чемпионатының, Азия чемпионатының жеңімпаздары шығып жатыр. Сондықтан енді мен өзім Ержетті де Сұлтан да көргім келеді. Екеуі бір салмақта ғой, мүмкін кім біледі Лос-Анджелеске дейін қалай өзгеретін, не өзгеретін мүмкін. Екеуің де олимпиадаға қатысу бақытын қатысып қана қоймай, чемпион болуды тілеймін, иә. Бабымен бағжанса болады ғой. Иә. Ең басты өздеріне сенімділік керек. Бұл спортта бірінші мәселе, ол адам өзіне сену керек. Ержетке ылғи айтамын ғой мен. Бұл кішкене мінезі тұйықтау жігіт та. Я сол байқаймын, біздің қазақ спортшыларының сөйлеуі, ашылай қоюы қиындау. Негізі кішкене ашық болып үйрену керек десең, Ержет өзіңе сену керек, адам бірінші өзіне сенсе болды, сен мықтысың деген. Қасында жүріп мотиваторда боласың, бұлардың бәрін жағдайын жасайсың. Енді осындай бапкерлік жұмыс болғаннан кейін балаларды сіз айтып жатсыз ғой, бір бапкер өзінің баласынан спортшылармен көп жүріп әңгімелеседі. Ондай болады. Өзің білмейсің қалай ауып кеткеніңді. Мен басшылыққа келгеніме 1-2 жыл болды, оған дейін Ержеттер біледі ғой. Үйде балалар тұрды менде. Басқа да шәкірттерім болды. Бұлар тамақ ішпей, мен бала-шағам тамақ ішпейтін.
біз тренировкадан келіп осылар тамағын ішіп болғаннан кейін қалғандарымыз мен емес енді бала шағам бар сөйтіп тамақ ішетінбіз. Бірақ Аллаға шүкір жаман болған жоқпыз. Еще қандай балалар болды десеңіз, тяждарың еще 130 килограмм, 90 килограмм. Тәбеттері де жақсы дейсіз ғой. Бірақ ондай бір берекесі болды, қысылған жоқпыз, ондай бір продукты болмай, әйтеуір нәтижеде болды, тамақта болды, бәрі жақсы болды. Бәрі жақсы. Қазір ол шәкірттердің де жан жақта жүр ғой енді. Есейіп, біреу жұмыс істеп кетті, біреу травмамен кетті деген сияқты. Барлығы хабарласып тұрады, менен гөрі жаңа үйде жеңгейлеріне көп хабарласады, сол кісімен. Енді сол кісілер сол кісімен бұлар көп. Мен өзім шәкірттермен сөйлесем, қатты бірақ кірмеймін да. Бұлар дастархан басында тамағымды ішемін, тұрып кетемін. Бұлар емін еркін отырсын деймін. Емін еркін отырады, дешелермен әңгімелеседі. Көп нәрсені сол дешесіне не істеймін бұларды. Не істейін деп жатыр. Мен байқаймын, сіздер тең бұларды үйлендіріп, келін сүретінде өзіңіз болатын сияқтысыз. Құдай қаласа сол күнге жеткізсек. Жетейік, сол күнге жетейік. Кеше айтып жатырмын ғой, сол кеше правасын алып бергім. Ержеттің бе? Екеуінің жоғары білімі бар, военный билеттері бар, армияларын служить етті. Содан кеше ержет ағай правалайын дегеннен кейін правасын алып, жөндеп жасап жазып жатырмын ғой, ержет бәрі комплект болды, енді бір әйел алып берсең. Сонымен сенің алдыңдағы миссиям аяқталды. А сен маған чемпион болып бер деп па? Болады, Құдай қаласа, иә. Сәттілік сіздерге, жігіттер. Асылжан ағай, мен білесіз, неше жыл болды? Соңғы рет Бақтияр Байсейітовтен кейін әлем чемпионы шықпады, иә? 98 жылдан бері. Күтіп жүрміз сол күнді бәріміз. Ағайларыңыз ғана емес, бүкіл қазақ елі күтіп жүр, сондықтан чемпион болып олимпиаданың, әлем чемпионатының тұғырын бағындыруды тілеймін сіздерге. Асылжан ағай, сізге осындай тарих жасасаңыз, кеше Сметовтың бапкері айтып тарих жасап жатырық деп. Шынымен жасады ғой. Сол сияқты енді Ғалымжан ағай сияқты. Сіз де тарих жасаңыз. Мен Ғалымжан ағайдан, менің ағайымның досы. Мен бала кезден білемін Ғалымжан ағайдың қандай еңбекқорлы екенін. Ол кісінің ниеті спортқа жеңіске деген мен бала күннен білемін. Сол кісі заслуженно алған кезде мен барып қайта Ғалымжан ағайдың қолын алып батаңызды беріңіз, мен де заслуженный болайын деп. Соны Аллаға шүкір заслуженный алдым, жеттім. Енді өткенде бір кездесіп маған айтып жатырмын, ағай бізде тарих жасайық деп. Сол сияқты Құдай қаласа тарихты жасауымыз керек, бар күш жігеріміз осы спортта жүргеннен кейін. Қазақ балаларынан чемпион шығару керек дейсіз ғой. Классикалық грек-рим күресіне. Шығу керек. Негізі балалар жоқ емес, балалар бар. Құдай қаласа шығады, мен сенемін оған. Грек-рим күресінен, құрама командасы, жалпы еркін күрестен болсын, қазір барлық жағдай жасалған, балдар бар, базалар бар. Енді шығады Алла бұйырса, олимпиада чемпионда, әлем чемпионда. Ең басты ойлаймын, ниет болу керек, ниет түзу болу керек, цель бір болу керек деп сол. Жақсы. Бұйырса сол күнге жетейік. Сол күні сүйіншілеп хабарлайық. Көп рахмет. Сізге де көп рахмет.